4%бен автонесие рәсімдеп үлгермегендер келесі айға дайындалсын. Өйткені наурызда кемі 100 адамның өтініші қабылданады. Бұл туралы жеңілдетілген автонесие беруге жауапты өнеркәсіпті дамыту қорының өкілдері айтты. Олар бүгін өтініш беріп үлгерген 761 адамның барлығына бірдей несие берілмейтінін мәлімдеді. Яғни кейбіреуі талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін. Ал өтініштері қабылданып, құжаттары дұрыс рәсімделген азаматтарға көлік 2 айдың ішінде берілуі тиіс. 1 минутта 125 мың адам. 4%бен автонесие алуға өтініш бергендердің саны дәл осынша. Өкінішке қарай қаражат шектеулі болғандықтан сайт тек алғашқы 18 секундтың ішінде алгоритмді дұрыс орындаған 761 адамның құжатын қабылдаған. Енді оларға көлік 2 айдың ішінде беріледі. 60 күнге дейін ол адамдардың тізімі осы платформада тұрады. 60 күн ішінде осы тіркелген азаматтар автонесиені полностью жұмысын атқарып, автокөлігін қолына алуға тиіс. Бүгін көптеген қазақстандықтар сайт дұрыс жұмыс істемеді, өтініш беріп үлгермедік деп наразылықтарын білдірген еді. Себебі санаулы секундтардың ішінде ақ сайт жұмысын тоқтатқан. Құзырлылар лимит асқаннан кейін компьютер солай автоматты түрде шешім қабылдайтынын айтты. Ал өтінішті 18 секундтың ішінде бергендерге таң қалудың қажеті жоқ, өйткені одан да аз уақыттың ішінде құжаттарды рәсімдеуге болады дейді. Также по поводу зависания сайта могу вам сказать так. Мен бірнеше рет өтініш беріп көрдім, бұған 10 секундтай уақытым кетті. Ал сайтта ең бірінші болып өтініш берген адамға 14 секунд уақыт жеткілікті болған. Электронды қолтаңба батырмасын басқаннан кейін барлық функциялар автоматты түрде орындалу керек. Нөміріңізді автоорталықта белгілеп баса саласыз. Осымен процедура аяқталады. Өнеркәсіпті дамыту қорында өтінімдерді келесі қабылдау наурыз айында болатын және әр ай сайын қабылданатын айтып өтті. Ал оған дейін көлік алғандар алғашқы несиелерін төлеп револьверлік жүйемен кредит қайта берілетінін ескертті. Әнуар Карбозов, Бақтияр Даркеев, Жібек жолы.